Сәлеметсіз бе, мен график бойынша төлеп біттім, бірақ енді ЧСИ-дің, яғни сот орындаушының жұмысын төлейсіз деп жатыр. Бұл қаншалықты дұрыс? Сіз график жасатпай тұрып, судисполнительге, яғни сот орындаушыға өтіп кеткен деп жатыр. Иә, егер де атқарушылық іс қозғалса, атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушы мәртебесі туралы заңның шеңберінде атқару ісі қозғалып, сот орындаушыда іс қозғалса, онда одан кейін жаңағы график жасалып, сол бойынша төлем жасалып біткеннен кейін шынымен де сот орындаушының қызметіне ақы төлену керек. Бұл жерде тағы да ескеретін нәрсе бар. Сіз оны білдіңіз ба? Сот орындаушы сізге оны хабарлады ма? Егер де сот орындаушы іс қозғалған сізге хабарламаса, онда сіз төлемеуге құқыңыз бар. Осы екі ара жігін ашып алу керек. Егер де олар төле деп талап қойып жатса, қаулы шығарып жатса, онда оған арыздануға болады. Егер іс жүзінде сіз атқарушылық істің қозғалғанын білмей тұрып, графикке өтініш жазып, график жасалған болатын болса, ал егер де сіз біліп тұрып, содан кейін барып график жасатсаңыз, онда төлегеніңіз абзал. Осыны біліп жүрейік.